Қалайсыздар? Бүгін сіздерге LG N10 Samsung кір-машиналарын қалай қосатынын қысқаша түсіндіріп өтемін. Алып кеттік. Бірінші LG кір-машинасы, автомат машинасы. Мына жерге порошокты, ленорды саламыз. Ленор салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Ал мына жерден сағатын, уақытын, неше минут жуу керек, қандай температурада жуу керек, қалай сығу керек, сықпау керек туралы түсіндіріп өтіп жатырмын. Температура атжайым дегендер 5 атжайым дейтін болсаңыз, ол кіріңізді сықпай береді. 800-ге қойдық, мына температурасын 30-ға қойдық, өйткені бұл ақ киімдер емес, рабочий киімдер. Осыларды басып, плейді басамыз. Сонымен кірлеріңіз айналып жуа береді. Жақсылап видеоға қарап өздеріңіздің кір машиналарыңызды салыстырыңыздар. Достар, маған тіркеліп, видеоңызға лайк басып кетіңіздер. Мына сол LG кір машинасының астындағы мусор шығаратыны. Бұны айына 1 рет тазалап тұру керек екен. Ал енді N10. Мына жерде барлығын көрсетіп қойған. Мұны айналдыратын нешке дейін, 14-ке дейін көрсетіп қойған. Мұна кісі 5-пен жуады екен. Бұл 30 минуттық. 30 минут жуады екен. Градусы 30 градус, 40 градус болып алмаса береді екен. Бұл кісі 5-тікпен жуады екен. Мына жерде қайсының қандай күші бар екенін, сағаттарына дейін ауысатын бәрін көрсетіп беріп жатыр. Бұның асты ашылмайды екен, LG-дікіне ұқсап. Мынау Samsung, мына жерге порошок мынауын қиясыздар. Басып қосамыз. Мына жерде режим дегенде быстрее 40 градус 600 мин дегенге. Бұл 1 сағаттық стирка. Келесі видеоларды тамашалап өтіңіздер.